Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте тамаша жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөліскелі отырмын. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін көріп, комментария қалдырып кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып алатын боламыз. Майымызды ерітілген сұйық май болса да немесе бөлме температурасында тұрған май болса да бола береді. Сары майымызды ерітіп, содан кейін қосатын боламыз. Құмшекерімізді салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Құмшекеріміз ерігенше енді бір жұмыртқамызды бүтіндей, екінші жұмыртқамыздың сарысын алып қалатын боламыз. Бетіне сүрту үшін енді жақсылап араластырып, дрожь салып, ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, содан кейін қолданыңыздар. Жақсы көтеріліп, жұмсақ үлпілдек болып шығатын болады. Ұнымызды бәрін бірдей салып жібермейміз. Аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді осылай илеп болғанымыздан кейін сары майымызды ертіп, сұйық май құйсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып қоятын боламыз. Қолға жабыспайды илеген кездеріңізде. Енді жылы жерге 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. Көтерілгеннен кейін енді бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп шықтым. Егер сатылымға шығарсаңыздар, таразыда өлшеп, барлығын бірдей етіп алсаңыздар болады. Менде бұл қазір 60 граммнан келді. Әр домалағы. Бетінен пакетпен жауып, 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызды етіп жайып аласыздар. Біркелкі етіп, жұқа қылып жібермейсіздер. Енді ортасына молоко салсаңыздар да болады, немесе қою варенье қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Осылай шеттерін кесіп шығамыз. Жақсылап жабыстырыңыздар, ашылып кетпеу үшін. Тағы біреуін істеп көрсетейін. Дәл осылай барлығын жайып, ортасына варенкасын салып, орап шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді. Отбасыңызда балдар да сүйіп жейді. Сатылымға шығарсаңыздар да болады. Енді бетіне жұмыртқамызды сөтіп шығатын боламыз. Барлығын бүгіп болғаннан кейін жұмыртқамыздың сарысын барлық жеріне тигізіп, сүртіп аламыз. Жұмыртқамызды сүртіп болғаннан кейін енді жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жақсы демалса, булочкамыз жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай пісіп шықты. 180-200 градуста осылай пісіп шығатын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.